Ал қараңыздар, мына есептерді дәлелдейік. Свет. Бұл кетіп алайын. Ал енді бірінші есеп. 2 банан, 3 анар, осылай ала берейін, және 1 алма. Ал дей салайын. Барлығы 1300 теңге тұрады. 6 банан, 10 килограмм анар, 3 килограмм алма 4200 теңге тұрады. 1 килограмм анар қанша теңге тұрады? Енді осыны қалай табамыз? Бірінші мен мына теңдікті жазып алайын. 6 банан, 10 алма, 10 анар, 3 алма 4200. Енді мына теңдіктің бәрін әр қайсысын жеке-жеке 3-ке көбейтем. 2 бананды 3-ке көбейтсем 6 килограмм банан, 3 килограммды 3-ке көбейтсем 9 килограмм анар, және 1 килограммды көбейтсем 3 килограмм алма. Бағасы да 3-ке көбейтіледі, 3900 болады. Енді бағандап азайтам. 6 килограмм бананнан 6 килограмм бананды алсам 0 болып кетеді. 10 килограммнан 9 килограммды алсам 1 килограмм анар қалады. 3-тен 3-ті алсам 0 болады. 4200-ден 3900 алсам 300 болады. Яғни бұл не деген сөз? 1 килограмм анардың бағасы 300 теңге деген сөз. Есеп шықты. Келесі тапсырма. Айдар үйден мектепке дейін жаяу жүрді. Яғни міне. Мынау үйі, мынау мектеп. 4-тен 1 бөлігін дейді. Яғни мынаны 4-ке бөлсек, соның 1 бөлігі мына жерге келген кезде ол дүкенге келді. Мында дүкен тұр. Ал 3-тен 1 бөлігі дейді. Яғни мынаны басқа пастамен бөлейін мен. Уже 3-ке бөлем. Мында 1 бөлік, мында 1 бөлік. Тура солар 3-ке бөлгендегі бірінші бөлігі мына жерде бізде вокзал тұр дейік. Яғни ол дүкенге сағат 8-ден 5 кеткен уақытта жетеді. Вокзалға 8-ден 10 минут кеткенде, сонда аралығы 5 минут екен екеуінің. Енді қараңыз. Мынау вокзалға дейін ол барлық жолдың 3-тен 1 бөлігі, дүкенге дейін барлық жолдың 4-тен 1 бөлігі. 3-тен 1-ден 4-тен 1-ді азайтамын. Ортақ бөлім 12 болады. 4-тен берем, 3-тен берем. 4-тен 3 алсам 1. Яғни мына бөлік барлық жолдың 12-ден 1 бөлігі. Сол барлық жолдың 12-ден 1 бөлігіне ол 5 минут уақыт жұмсайды. Барлық жолға қанша уақыт жұмсайды? Оны қалай табамыз? 5-ті бөлемін 1-ге, көбейтем 12-ге. Яғни бастаушыда сіздер осылай жазасыздар, Общий 60 минут уақыт екен. Үйінен мектепке дейін 60 минут уақыт жұмсайды екен. Енді қараңыздар. Мына жерде біз қанша уақыт жұмсады, соны анықтауымыз керек. 60-тың 4-тен 1 уақытын табу үшін 4-ге бөліп 1-ге көбейтем. 15 минут уақыт. Сонда ол үйінен дүкенге дейін 15 минут уақыт жол жүрді. Сарымен бояйын, мында 15 минут уақыт жол жүрді. Ал енді 60-ты 3-ке бөліп 1-ге көбейтсем 20 минут. Ал вокзалға дейін 20 минут уақыт жүрді. 20 минут. Сонда арасы 5 минут міне. Енді бізден сұрап тұр, ол үйінен қаншада шықты. Значит, 8-ден 5 минут кеткен кезде 15 минут уақыт жүргеннен кейін барып осы уақыт болды. Яғни 15 минут бұрын ол 7-ден 50 кеткен болады. Немесе 8-ден 10 минут кеткенде ол кезде уже 20 минут уақыт жүргеннен кейін 20 минут бұрын 7-ден 50 кетті міне. Яғни сонда ол үйінен 7-ден 50 кеткенде шықты деген сөз. Ал мектепке 8-ден 50 кеткен кезде
жетеді. Үшінші есепке келдік, яғни біріншінің жылдамдығы 360 километр, яғни сағатына 360 километр. Екінші ұшақтікі сағатына 270 километр. Қараңыздар, олар 2 сағат А қаласынан Б қаласына қарай екеуі ұшты, екі түрлі жылдамдықпен. Енді 2 сағат жол жүрді, яғни 2 сағатта мысалға мына жерге келді бірінші ұшақ, екінші ұшақ жылдамдығы аз, әрине ол мына аз жол жүреді, бірге қараған кезде ұшады, мында келді. Ол енді 1 сағатта 360 километр жол жүрсе, 2 сағатта 360-ды 2-ге көбейтсек 720 километр жол жүреді. Екіншісі 270-ді 2-ге бөлсек 540. Значит, ара қашықтығын екеуінен бір-бірінен азайта салсақ болады. 720-дан 540-ды 180 немесе қалай есептейміз? 360 азайту 270 көбейтем 2 деп. Осылай да шығарсақ болады. Бастаушыда сіздерде формуласы бар осындай кітаптарыңызда 4-ші сыныпта, яғни мына ара қашықтықты анықтап алдық. Екеуінің ара қашықтығы 180 километр болған кезде екіншісі сол жылдамдықты өзгертпейді, 270 болады. Ал біріншісі жылдамдығын 220-ға азайтты дейді. Енді біріншінің жылдамдығы азайса, ол ақырын жүреді, екіншісі одан жылдамырақ жүреді, сөйтіп екеуі бір жерде кездеседі. Сонда мына А нүктесінен бастағанда қанша ара қашықтықта екеуі кездесті, оны қалай табамыз? Енді қараңыздар. Осы формулаға салсақ, 270-тен 220-ны азайтамын. Так, бұл жақшаның қажеті жоқ, сонда сағатына 50 километр олар жақындай береді. Мысалға, 1 сағат жол жүрсе, мына жер 180 емес, уже 130-ға қысқарады. Тағы 1 сағат жүрсе, 80-ге қысқарады. Тағы 1 сағат жүретін болса, уже 30 километр қалады дегенде, сөйтіп арасы жақындай береді. Сонда біз 180-ді 50-ге бөлуіміз керек. Қанша уақытта қуып жетеді? 3,6 сағат болады. Яғни 3,6 сағатта қуып жетеді деген сөз. Енді қараймыз. Бізде жалпы 270 километр жылдамдықпен жүрген самолетіміз, самолет беді өзіне ұмытқалым. Ұшағымыз, ол бірінші 2 сағат жол жүрді, потом 3,6 сағат, жалпы 5,6 сағат жол жүрді. Жылдамдығы 270-пенен. Енді 270-ті көбейтеміз 560-қа. Так, 270-ті көбейтек 5,6-ға. 512. 1512. Яғни 1512 километр уақыттан кейін қуып жетеді. Міне, А нүктесінен қуып жеткенге дейінгі ара қашықтық 1512 километр екен. Жауабы 1512 километр. Келесі бізде берілген, яғни 1, 2, 3, 4, 6. Мынау не деген сөз? Яғни бұл 6 таңбалы сан деген сөз. 9-ға қалдықсыз бөлінеді. 3 нүкте тұрса, қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Және әртүрлі дейді. А мен Б тең емес. Енді екеуінің көбейтіндісін табу керек. Ең үлкен мәні. Бірнеше мән шығады, соның ішіндегі ең үлкенін. Енді оны қалай табамыз? Қараңыздар. 9-ға бөліну үшін цифрларын қосындысы 9-ға бөліну керек. Бірінші бізге белгілі цифрларын қосып алайық. 10 шығады. Енді қандай сандар 9-ға бөлінеді 10-нан артық? 18 бөлінеді, 27 бөлінеді, 36 бөлінеді, осылай кете береді. Енді
төрт цифрдың қосындысы 10 болса, қалған А мен В-ның қосындысы қанша болуы мүмкін? 18-ден 10-ды алып тастасақ, 8 болуы мүмкін. А мен В-ның қосындысы 27-ден алсақ, 17 болуы мүмкін. А мен В-ның қосындысы 36-дан алсақ, 26. Енді қараңыздар. Цифр ол өзі 9-ға дейін. 9-ға дейінгі екі цифрдың қосындысы 26 болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Знаешь, ары қарай қарастырмаймыз, осы екі вариантты ғана қарастырамыз. Енді 8 болу үшін ол 1 мен 7 болуы мүмкін. 1-ді 7-ге көбейтсек 7 шығады. Немесе 2 мен 6 болуы мүмкін, 12. 3 пен 5 болуы мүмкін, 15. 4 пен 4 болмайды. Себеп тең емес деп қарастырдық, А мен В. Енді ары қарай 5 пен 3 болса да бәрі осы цифр сандар шығады, 15, 12. Ал енді 17 қандай болуы мүмкін? 8 пен 9 болуы мүмкін, қоссақ 17, 72 шығады. Ары қарай 9 бен 8 бәрібір сол 72, басқа жағдай жоқ. Мысалға, екі цифрдың қосындысы 17 болатын, осы бір-ақ нұсқа. Осылардың ішіндегі ең үлкен жауабы 72. Сонда жауабы көбейтіндісі 72 болады дейміз.